Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма? Достар, өмірі жылаймыз да жүреміз, ойбай мынау жан жағымыздағы шет мемлекеттер дамып жатыр, шет мемлекеттер мынандай дүние жасап жатыр, осындай шығарып жатыр дейміз. Ал өзіміз не істеп жүрміз? Біз той тойлап жүрміз. Я, керемет. Жылына өлдім 15-20 тойға барамыз. Барған жеріміздің бәрінде өлдім 20 мыңнан тастаймыз. Ал ол егер жақын туысымыз болса, оған көбірек береміз. Сөйтіп айтқанда қаражаттың бәрін біз тойға шашып жатырмыз. Расымен де өкінішті жағдай, иә. Және сол той жасап жүрген ағайындар, ойбай, мен егер жалғыз балама, жалғыз қызыма той жасап бере алмасам, туған күнімді юбилейім жасамасам, жұрт не дейді, жұрт не айтады, ойбай, жаңағы көршінің үйіндегі ақтөс деген итін неде бүреді. Осы сөйтіп бүкіл тапқан таянғанымызды біз тойға саламыз. Ана тамадаларың жүр, ойбай, қазақтың тойы бітпесін, қазақтың тойы бітпесін. Олар қанша жерден қазақтың тойына жанашып баратыр дейсіңдер. Сөздің ашығын айтқан кезде олардың мақсаты сол той арқылы өзінің қалтасын толтыруға, жалпы айтқанда нәпақасын табуда. Біз сорлы мәзбіз, ойбай, той. Қиық етіп қолымызға ақша түсе қалса, барамыз тойхана саламыз. Ағайын, жұрттар дамып жатыр. Тоқтататын кез келген шығар, тірлік істейік та. Одан қалса отырып аламыз да өкіметтен бірдеңе күтеміз. Ойбай, өкімет маған берсін, өкімет маған жасасын, өкіметтен мынандай пособие алу керекпін, мынандай ақша алу керекпін, өкіметтен жалпы айтқанда мынандай ақша алуым керекпін. Жалпы айтқанда біз өкіметтің иждивениясындеміз. Иждивениясында. Бір кішкене өкіметке өзіміз жоба ұсынудың орнына, так, өкімет, мынандай жоба ойлап таптым, экономикамызға өзіміздің көмегін тигізеді, елімізді дамытады деудің орнына, жоқ. Біз отырып аламыз да бәрін өкіметтен күтеміз. Өкімет беру керек. Өкімет бір сөзбен айтқанда сенің алдыңа наның мен майыңды әкеп беру керек қой, біздің ойымыз бойынша ше. Бұл ағайын дұрыс емес қой, кішкене мына бастық қосайық та, тірлік істейік та, иә. Біз той тойлап жүрген кезде кетті, бәрі әне осып баратыр. Оны қалай қыламыз біз? Кім жұмыс істейді сонда? Осы сұраққа жауап беріңіздерші маған. Болған шығар, жетер шығар, той тойлап болған шығармыз ағайын. Одан қалса ол жарайды, ол мейлі, енді қараңыздар, иә. Мысалға, біз отырып аламыз да өкіметтен неше түрлі жаңағыдай программалар, жаңадан бизнес дамытуға, адамның өзін дамытуға неше түрлі программалар, ақшалар беріліп жатыр ғой. Соны аламыз да біз Құдай берген қазақтың тойы бітпесін қайтадан тойға саламыз. Барамыз, көлік аламыз, барамыз, анан аламыз, үйтеміз, бүйтеміз, бір сол моментте жаңа кредит жауып жібереміз, той тойлап жібереміз. Сол ана кредиттің өз кезінде тойға алынған кредит та, мысалы қарап тұрсаңшы, соның бәрін, ақшаның бәрі бытшын шығарамыз. Сосын кім жаман? Өкімет жаман. Неге? Себебі өкімет саған ол ақшаны той тойлауға емес, бизнес ашсын, дамытсын, біздің экономикамызға пайдасын келтіріп, өзінің сәл болса да кішкене қалтасын жақсартсын деп береді. Жоқ, біз оның барлығын өкінішке орай той томалаққа шашамыз. Жалпы бір сөзбен айтқанда, өкіметтен бірдеңе күтіп отыра бермей, өзіміз тірлік етейік, ағайын. Рас, өкіметтің иждивениясынан шығайық, болған шығармыз. Аллаға мыңда бір шүкір, қол аяғымыз сау ғой, кішкене жұмыс жасайық, ағайын, аман болайық.